жағы жарайды қаладағы шешсін, жарайды шахтер шешсін. А неге сол жұмыс жасап жатқан ауылдағы қазақ шешпейді? Сонымен қатар деп отырмын ғой. Неге оның дауысы үстем болмайды? Иә, қалада жыл жерде отырып алып бәріміз заң шығарамыз, а сонымен жұмыс жасайтын сол шаруа ғой. Қазір ұлтарақтай жерді аламай жүрген. Сондықтан да мен келісе алмаймын. Бәріні жер митингісі болған кезде көшеге шыққан қала халқы болды. Кім? Ол жақтың да халықтың енді пікірін ескеру керек қой. Қала халқы? Иә. Соның барлығы ауылдан шыққан емес па? Ауылдан шықты ғой, бірақ енді сол мәселе сода ғой. Жоқ, қаланың халқы деген бір жалаң ұранымыз бар. Одан кейін мүлде ұрандатып кеттік. Иә? Ол жер, ол ана, ол деген бізге қасиетті дейміз. Мен кеше бір деректерді көтердім, соңғы 15 жылда жер 17%-ке балбанитет түсіп кетті Қазақстан бойынша. Почти 20. Соншаға біз анамызды сонда осыны жасап жатырмыз ба? Е? Өмірін қысқартып, қиянат жасап. А оның барлығы не? Мынау шикі заң. Сол шикі заңды қабылдата алмаған не? Кімдер? Оған бәріміз де кінәліміз. Мен конкретно сіздерді ғана жағы сол комиссияны демеймін, Енді президент айтып қалғанша болды, Болды, жерде президент қана айтады, а қалғанымыздың бәріміз мылқаумыз. Депутаттар мылқау, әкімдер мылқау. Міне бүгін бірінші рет ашық алаңда соны көтеріп жатыр. Қазір егер мүмкіншілік болса тақтаға шығарса, осыдан бірнеше жыл бұрын АИЗ ГЗК деген платформаны дайындап қойды. Әк жерде кімнің енді атағанда жазылмаған, бірақ қай жер бос емес, бос емес жерді қалай неге қарапайым алуға болмайды? Міне, баяғыда бізде БТИ деген болған, АИЗ ГЗК-ны шығаруға мүмкіншілік болған. Сайтын атқандай? АИЗ ГЗК деген. АИЗ ГЗК шығарыңыздаршы экранға. Платформа. Бұл автоматизированная информационная система земельного кадастра дейді. Мынау мемлекеттік бағдарлама. Ана жерде әрбір қазақтың, міне ана жерде тұрған үйінің нүктесін баса салыңыздар. Ал, любой кнопканы бассаңыздар кез келген. Қызылағаш. Яғни мен қарапайым азамат ретінде кіріп, сол жерден бос жатқан жер бар ма біле аламын ғой. Бос жатқан жер ананың ішінде толып жатыр. Бізде егер 206 мың гектар жер болса, соның 105 мыңы иесіз. Мемлекеттің иелігінде. Алмасбек мырза, енді шынымды айтайын. Сіздің айтып жатқан жарай сөзіңіздің жаны бар. Мен қазір осыған кірейін, кезген облысқа. Бос жатқан жерді табам. Одай мен не істеймін? Сол жер қатынастар бөліміне, әкімге барам. Әрбірде ана шолақ Мақсат, мына жер бос емес дейді, артынан айтады. Мақсат деген бір ақымақ келді, бос жатқан жер тауып бер, жақсы болды дейді, одан оны жеке қолға түседі. Жынды жасайды, өзі жасайтын амалын жасайды. Міне мемлекеттік платформа міне дайын тұр. Осыны жұмыс жасатпай, жаңа өзің айтпақшы, өкіметте біреу бар. Міне қиянат жасап отырған біреу бар. Мынаны дайындап қойды. Кез келген жерді, кез келген иесін көруге болады. Міне қараңыз. Ана қызылдың барлығы ол біреудің жері, бірақ ортасында ана бос жерді көріп тұрмыз ғой. Яғни арасында жатқандарына бос жерлер. Анау бос жер әні. Ал соны әкімшілікке барыңыз сұрап, ар жағына барайды да өзінің картасын бояйды, ренжімеңіз, бұл бос емес дейді. Сондықтан бірінші аға, біз әгі жердің жеке меншігі анау деп қызыл кеңірдек болмайық. Бірінші алайықтан жерді беруді әкімнен алып алайық. Әкім үйін салсын, әкім көшесін тазаласын, Мынаны алайықта цифровизацияға бере салайық. Бітті. Сон арқылы арызыңды бердің, бір терезе қағидасы бойынша. Бір терезе қағидасы бойынша. Қараңыз, ана жерде қызылдың әрқайсысының үстінде нөмірлер тұр. Бірақ адамның аты жоқ. Біздің бір айтып отқанымыз, осының барлығының адамның аты шығу керек. Осы картаның ішінен. Кішкене үлкейтіп бір полигонды көрейікші. Яғни картада бірден аты шықса дейсіз ғой. Аты нөмірімен атын бассаң шығып тұру керек. Жер алайын деп барасың әкімшілікке, ол саған айтады, сенде малың бар ма дейді. Мал алайын деп кредитқа барасың ғой, ол саған айтады, жерің бар ма дейді. Екі ортада жынды болып жүрген қазақтың халқы. Одан кейін біз әгі ұсақтанып барамыз да, жаңағы ауылдың шетіндегі жағы бір 400-500 гектар жер бар фермерді, әңгіменің барлығы ана дөкейлерден бастау керек. Бірінші соларға заңдарыңызды тексеріңіздер. Солардан тартып алуды үйретіңіздер. Қазір жерді тартып ал деп жаңын шығарамыз, Байқұс ауылдағы бір қазақтың шаруасының жерін тартып алады. Конкурсты бір дұрыстап жаса дейсің, ол алады да соның жеріне қиянат жасайды. Сондықтан бірінші учитесь на кошках дейді ғой, байларды үйреніңіздер, содан кейін ауылда қазақтарға келіңіздер. Негізі бұның барлығы болып жатыр, өйткені жердің иесі жоқ. Оның иесі өкімет дейміз, оның иесі халық дейміз. Общий бір жалпылама дүние. Ол жердің иесі нақты иесі болу керек, ол қазақ болу керек. Шетелдік болады дегенге онда мінде ешкім де қолдамайды. Бірақ сол жердің иесі қағаз жүзінде меншік иесі қазақ болу керек. Жеке меншігің болғаннан кейін оған саған ешкім де кірмейді, ешкім де тартып алмайды. Бүгінде жаңағы жерді бердіріп жатсыздар, ұсақ шаруа алады. Міне жақында ғана Көкшетаудан 3 шаруа маған жазды. Алмасбек мырза, не істаймыз? Бір үлкен шетелдің инвесторы келді, біздің жерімізді тартып бере салды дейді.
ана инвесторлар неге? Өйткені ол арендадағы жер. Сондықтан да жердің иесі қазақтың шаруасы болу керек. Менде мынандай бір сұрақ бар. Жарайды, мен қазір жеке меншігіме 1000 гектар жер алдым, мысал үшін. Мен оны субаренда ретінде шетелдікке бере аламын ба? Заң кедергі емес па бұл жерде? Жоқ, егер де ол иесі қазақ болса, шетелдікке... Қазақпын ғой мысалы. Жоқ, ол шетелдікке бере аламын ба? Неге беруге болмайды? Егер ол сол жерге қаражат салса, сол жерде игерсе, сізбенен бірге. Негізі кешірім сұраймын, негізі былай, бүгінгі күнде скрытый аренда шетелдікке қазаққа бір-бірінің ортасында бар. Просто біз соны заңдастыруымыз керек. Ағамыз айтқан, кішкентай шаруа өзі игере алмайды. Бірақ оның алған жері, ол алдыда оны келесі шаруаға болды. Бірақ келесі шаруа ол үшін оған құнын төлеп жатыр. Бір телешкі шөбін төлеп жатыр, бәленбай теңгесін төлеп жатыр. Бұл ресми емес нарық бар. Оны заңдастыру керек. Ода қорқатын түкте жоқ. Сондықтан ол бүкіл әлемдегі бар дүние. Бұл кісінің айту бойынша субарендаға рұқсат беру керек дейді ғой. Неге болмайды? Қазаққа неге бермейді? Субаренда бар ғой бүгін. Субаренда жоқ. Жоқ, екі пікір бар, біреу айтады, заң бойынша жоқ қой. Заң бойынша жоқ, бір қазақ екінші қазаққа беріп отыр. Ол қазақтың жері, ол барлығымызда жеріміз. Бірақ ол жерде жағы миллиондап гектар, 100 мыңдап гектар деген беруге болмайды. Нақты сол жерде жұмыс істеп жатқан қазақтың шаруасы болса, 50 гектар поливной жер, 100 гектар мал жаятын жер, 100 гектар жаңағы бір белгілі мөлшерде ғана. Солай қазақтың шаруасына беруге болады. Өйткені ол сонымен асырап отыр ғой. Біздегі енді латифундия мына жақтыкімен тең емес. Біздегі жағы 1000 гектар, 2000 гектар, 5000 гектар. Бірақ бәрі жаңағы сол жергілікті биліктің балдызы, қайнысы, несі, көкесі, бәленбайы. Бітті, ол айдан анық. Айдан анық дүние. Алысқа барып, сондықтан да жер беруді әкімшілік тарапынан алу керек. Біз оларды бұлғамайық. Президенттік вертикальді бұлғамайық. Олар дара, таза жүрсін. Сондықтан оның барлығын цифровизацияға келтіру. Бірге кешенді түрде шешілмесе, талай қазақ экранды қарап отыр. Осы өзіңіз айтқанды пандемияға рахмет, елдің көңілін, биліктің көңілін ауылға бұрды ғой. Сол қазақ елін асырап отқан қазақтың шаруалары ғой. Басқа латифундист, анау-мынауларыңыз өздеріңіз разберитесь, Бірақ ана ауылдағы бір жас бала, 17-20 жастағы балалар маған жазады, жер алайық деп еді, соларға бір қарапайым амал жасап беріңіздерші. Әкімсіз, анау-мынаусыз, сонға бардың, бердің, бітті, 15 күннен кейін жеріңді алатын. Қалған кредит барлығын содан кейін шешеміз. Ол жас балаларға жерді жекеменшікке беруге қорықпаңыздар. Ана байларға қорыңыздар беруге. Ана ауылдың қарапайым шаруасына сіздер амалын жасаңыздар. Сонда ғана біз елімізді асыраймыз. Сонда ғана бізде болашақ болады. Миллион қазақ бостан-босқа көшіп кеткен жоқ қой. Не жер аламайды, не басқасы болмайды. Өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да ауылдың қазағын жағдайын жасаңыздар.